қазіргі таңда күдікті адамдар толық бәрі ұсталынды, айыптар тағайындалды, тағылды, соттың санкциясымен қамауға алынды. Қазіргі таңда әлеуметтік желілерде таратылып жатқан жалған ақпараттар бар. Мына бейне камерадағы жазбалар өшірілді деп, жоғалды деп, басынан бастап дәл сізге көрсетеміз. Негізгі фрагменттер, екіншіден себеп неден басталған, соны айтылып жатыр. Соны қарап болғаннан кейін нақты фрагменттермен мен сізге талқылаймын. Назар аударыңыз. Сіз толық қарап жіберіңіз. Содан кейін қайталамын, мен сізге уже фрагменттермен сұрақтан жауап беремін.
Құрметті журналистер, мен сіздерге жаңа негізгі фрагменттер көрсетіп, енді жай ар фрагментті қазір сізге комментировать етемін. Тағы да қосып жіберіңіз. Мына жерге назар аударсаңыз, уақытыны 23:42-де болып тұр. Басталу негізгі онлайн уақытпен и запистің уақыты 20 минут айырмашылығы бар. Мына записте 20 минут алға кетіп отыр, видеозапись. Оны анықтадық, оны тексердік. Келесіні тоқтатып жіберіңіз бұл жерде. Мына жігіт бұл марқұм Шырзаттың әкесі, Қаржаубай. Бұл сатылып, мына сатып алған жігіт біріншіден екі пиво алады. Мына көріп отырсыздар, шөлмектер екі. Одан кейін міне екі осы жерде қоса беріңіз. Жайлап көрсеңіз, тоқта деген тоқталған. Қазір мен сізге осы жерде айтамын. Мына жерде тоқтатып жіберсеңіз, мына жерде Каспий перевод жасап отыр. Байланысқа, интернет байланысына шамалы уақыттан кейін ақша түседі. Мен көрсетіп отыр, басында түскен жоқ дейді, содан кейін екінші рет көрсеткеннен кейін уже ақшасы түсіп отыр. Шырзаттың әкесінің телефоны түсіп отыр. Каспий транзакцияларын бұны тексердік, біз ресми түрде бұл ақпаратты уже алдық. Бұл дәлелденген зат. Қазір осы жерде мен көрсетіп отыр, түскен жоқ деп, сосын басына назар аударсаңыз, келісім беріп отыр мен, я түсті деп отыр мен. Одан кейін төлеп Каспийді тексеріп отыр. Армияға барып тағы бір шөлмек пиво алады. Соны алып, соны 4 пачка пиво мына жерде. Нақты қазір назар аударсаңыз, қалтасына міне 1000 теңге ақша беріп отыр. Осы жерде тоқтап жіберсеңіз. Нақты осы ақпараттар бізде бейнекамераларында, бұл күдікті адамдар ұсталғанда, біріншіден сразу жауаптарды алғанда, нақты осы жауаптарды күдікті адам беріп отыр. Мына келіп жатқан адамдар, сатып алуға келіп жатқан адамдар, мына қалдар тұрғындары, әйел адамдар, ер адамдар, балдармен келген адам бәрін біздер анықтадық. Олардың да қылмыс іс ретінде біздер жауап алып жатырмыз. Тоқта жүріңіз. Мына жерде жаңа артқа қарай беріңіз, мен сізге тағы да айтам, бұл негізгі фрагменттер, видеозапись ол өте үлкен. Қазір әлеуметтік желілер тартып отыр, мына өздеріне керек заттарды алып отыр. Жоқ, олай емес. Бұл полностью толық бұл видеокамера, ресивер алынды. Бұл бойынша ресивер сот сараптамаға тағайындалды. Монтаж бар ма, жоқ па, сол сұрақтардың бәрін қойдық. Әр адамның арына осы бейнеге түскен адамдардың әрекеттерінің бәрін соның ішінде сұрақтар қойылды. Сондықтан мына қазіргі таңда сізге негізгі жүрде бар. Шықты, 5 минуттан кейін қайтып келді, жүрген, тағы да басқа адамдар келгеннен, ол негізгі мына іске біздер толық сізге көрсетіп жатырмыз. Ертең бұл болашақта сотта бұл бәрі қаралмайды. Мына қайтып келеді, бұл жерде өзінің ұялы телефонымен зарядка қойып өтініш жасайды. Қайтып келді. Ешқандай араларында келіспеушілік жоқ. Бейнеуден дерек бойынша видеокамерасын қойды, шықты. Мен баласы далаға шығып кетті. Мына видеокамераны телефон алып кетуге қайтып келді. Телефон қайтып келеді. Осы жерде тоқтатып жүріңіз. Осы жерде біздің сатып алған, пиво сатып алған күдікті далаға шығады, шыққанда сол жаққа қарай. Мына дүкен ішінде екі бейнекамера бар. Біреу жалпы жаңа көріп жатқан жерде бәрін толық түсіреді. Екінші мына кассаның үстінде тұрып жатқан. Үшінші камера шыға берісте бір камера тұр. Міне шықты адам, осы жерде уже тоқтатып жүріңіз. Бұны назар аударсаңыз, бұның алдында марқұм Шырзат алдында шығып кетті уже мына жерге. Одан кейін телефон, ұялы телефон алып, мына жігіт шықты. Бұл жерде Шырзаттың әкесімен ешқандай даулас, ешқандай жоқ бұл жерде көріп отырсыздар. Қоса беріңіз. Қазір мен сізге айтамын. Тоқтаңыз. Ұсыныстар болсаңыз, біреулер түсінбесе, орысшада айта аламын. Екі тілде де. Қазақшада. Міне, мына жерде көріп отырсыздар. Сатып алған жігіт, күдікті ретінде, жарақаты ретінде, міне Шырзат, міне әкесі. Әкесі шығып,
қазір Шахзатпен бірге шығып, қазір бір бутылка су мен алып кетіп жатырмын, көмектесіп жатыр. Қолын жуып, бетон жуып жатыр. Все, әкесі кірді. Тоқтаңыз мына жерде. Енді мына жерде біздің жаңағы күдікті адам осы досына звондайды. Бұл адамдар жауап алынды, бұл жігіттерді күдікті ретінде танылды, қамауға алынды. Бұл келіп, міне бұл жерде анықтап жатыр. Ақша түсті ме, түскен жоқ деп көрсетіңіз. Каспий переводын мен тексеріп жатырмын. Осы жерде тоқтап жүріңізші, артқа шамалы. Осы уақытта артқа тұрыңыз, кассаның ішінде. Назад сделайте, все. Мына жерде тоқтаңыз. Мына жерде тоқтаңызшы, шығайын жатқан жерде, жылақ кеткен шығайын жатқан жерде тоқтаңызшы. Жоқ, тағы да. Баласы кіріп, мальчик пришел, сол жерден тоқтаңыз. Енді жайлап жіберіңіз. Тоқтатыңыз. Значит, прилавкадан шығып баратқан жерден, есікке қарай емес, прилавкадан тоқтаңыз. Осы жерге қазір баласы келеді, сол уақытта тоқтатыңыз. Все, тоқтатыңыз. Осы жерде қазір үшеуі шығады. Себеп мына далада қазір осы уақытта далада Ғайыпхан, Шахзаттың ағасы далада. Екіншіден кіммен жаңағы күдікті адаммен пиво сатып алған адаммен екеуі далада сөйлесіп тұр. Үшінші адам автокөлік, гольф автокөліктің ішінде, салонның ішінде рөлде отыр. Сол жерде суытқаны міне мына әкесі мына қазір назар аударса, осы жерден алып кетіп бір әрекет жасайды. Біздер қазір бос бойынша сараптама тағайындаймыз. Не зат, қандай зат алған? Қандай зат осы жерден алғанын жүре беріңіз. Әкесі қандай зат алғанын жер прилавкадан жайлап жіберіңіз. Енді далада міне назар аударыңыз, тоқтаңыз. Міне сол қолында қару, пышаққа ұқсас зат бар. Ол бойынша бізде сараптама тағайындаймыз. Нақты бізге сарапшылар жауап береді, қандай зат деген қолында. Мына жерде міне жарақат алған, сатып алған күдікті жігіт, мынау Ғайыпхан деген ағасы сөйлесіп тұр. Ешқандай мына жерде айқай-шу жоқ. Мына водитель ішінде отыр. Жүре беріңіз. Марқұм Шахзат осы жерде әкесін тоқтатып жатыр. Күдікті далаға шығып, артына шығып отыр. Бірінші келіп жатқан екі жігіт келді, екі жігіттің біреуі машина автокөлікте тұр, екінші міне келіп анықтап жатыр. Не себептен ана баланы тексеріп жатыр, бір-бірін тексеріп жатыр, Каспий түскен. Келіп жатқан қыз балдар, мына үш жігіт келген, бұлар анықталды, жауаптар алды. Бұл төбелеске қазір таңда ешқандай дерек, ресми түрде дерек. Мен тоқтатсам, мына жерде тоқтатып жүріңіз. Қолына прилавкадан мына тағы да осы сатты алып кетіп жатыр. Көрсете беріңіз. Сыртта уже мына күдіктілердің достары келеді. Ол жігіттер бәрі күдікті ретінде танылды. Бәріне жауап алды. Енді мына жерге назар аударсаңыздар, қазір таңда мына қыздар бойынша әңгімелер болып жатыр, көп әңгіме. Енді қыздардың әрекеттеріне айтылып жатқан, мені ұстады дейді, ешқайда жіберген жоқ, дүкеннің ішіне жіберген жоқ. Мына қазір міне екі қыздың жүрісі міне. Жаңа көргендей бір жігітті ол жерде ұстап отыр, наоборот төбелеске жібермей. Мына жігіт қолында болған, әкесінің қолында, бұл жігітті ұсталынды, күдікті ретінде танылды, қамауда қазір. Қыз балдары міне. Көрсеңіздер. Ажыратуға тырысқан. Қазір мына бейне камерамен көріп жатқан осы деректер, сіздерге көрсетіп жатқан осылай болып жатыр. Назар аударыңыз, көріп отырсыздар.
көлік кетіп қалды да, ана водитель төбелес басталған кезде артқа шегіріп тастап машина ішінде отырды, түскен жоқ. Осы жерде нақты осы жерде төбелес басталып кетіп, мына дүкен, мына бейнекамераға уже түскен жоқ, армен қарай уже қиылға төбелес болып кетті, сол армен қарай сол оқиға бар. Қазір таңда біздер сіздерге тазы, мына біздің назарымыз, сіздерге назар аударатынымыз, то, что мы хотим этому показать, это не то, чтобы оправдать этих подозреваемых. Подозреваемые они привлечены, квалификация им объявлена, особо тяжком преступлении, совершение особо тяжкого, аса ауыр қылмыс жасаған үшін айыпталды. Соттың санкциясымен қамауға алынды. Қазіргі таңда два момента, которые мы вам показали, вот эти причины, все. На сегодняшний день все, вот видеозапись у нас все есть. Все, спасибо. Монтажа не было, да, все спрашивают? Да, я вам еще раз говорю, ресивер был сразу изъят, монтажу он не подвергался, и добавок к этому мы сразу назначили соответствующую экспертизу, где эксперты, специалисты нам ответят, четко дадут заключение по интересующему вас вопросу. Давайте вы увидели, и в следующем вопросе, да, как все закончим.